Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге балалардың иммунитетін ең күшті көтеретін рецептпен бөлісетін боламыз. Таңғы асқа да өте керемет кетеді. Балаларыңыз чеснок жемейтін балаларыңыз чеснок жейтін болады. Ең алдымен бізге чеснок керек. Оны осылай үстіне май салып духовкаға ертіп аламыз. Кез келген 72-82% майымызды алып, чеснокпен бірге блендердан өткізетін боламыз. Үстіне петрушка мен укроп саламыз, кішкене тұз салып, блендердан өткізіп аламыз. Осы шыққан массаны кез келген ыдысқа салып, ішіне осылай пищевой пленканы салып, ыдысқа салып, холодильникке бір күнге қатырып аламыз. Таңғы асқа берсеңіздер өте керемет, дәмі енді күшті болып шығады. Жеп көріңіздер, ас болсын. Достар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Алтынай.